Армысың, қазақ елі. Жетісу облысының қоғамдық даму басқармасы мемлекеттік мекемесінің тіл оқу-әдістемелік орталығы Әбіш Кекілбаевтың 85 жылдығына орай Әбіш Кекілбаевты бірге оқимыз атты әдеби челленджді Маңғыстау облыстық тарихи-өлкетану музейінің директоры Эльвира Аблановадан қабылдады. Шеткері үй шығармасынан үзінді. Бұлбұлдың неге әдемі сайрайтынын білесің бе? Өйткені ол өз әнін өзі ғана тыңдайды. Өзгелердің тыңдап отырғанын сезбейді. Өзгелерден қысылып, қымтырылмайды. Егер қымтырылса, олар не ойлап отыр екен деп алаңдаса, мынадай құйқылжыған әдемі ән қайдан шықсын? Кісі бақытты болу үшін не ешкіммен ешқандай шаруасы болмай саяқ жүру керек. Не? Жұрттың пыс-пысына пысқырмауы керек. Онсыз бүгежектеп бауырыңды жаза алмайсың. Ал Бұқпантайға бақыт бұйырушы ма еді? Осы челленджді Алматы облысының тіл оқу-әдістемелік орталығына жолдаймыз.